Бүгін Абай облысы әкімінің аппаратында Абай облысы мәслихатының кезектен тыс 8-ші сессиясы өтті. Күн тәртібінде Абай облысы бойынша тексеру комиссиясының төрағасы бекітіліп, терроризмге қарсы комиссияның дербес құрамы сайланды. На сессии также утвердили правила выпаса сельскохозяйственных животных, а также правила содержания и выгула домашних животных в области Абай. Также рассказали, что фермеры не могут продать свой скот за пределы области. Эту проблему обещают решить в следующем году. Кезектен тыс 8-ші сессияны ашуға дауыс берулеріңізді сұраймын. Жақтайтындар, қарсылар, қалыс қалғандар дауыстарыңыз қабылданды. Рахмет. Абай облысы мәслихатының сессиясы ашық деп жарияланады. Бүгін сессия отырысына Абай облысы әкімінің бірінші орынбасары Айдын Кәрімов, мәслихат хатшысы Қуаныш Сүлейменов, депутаттар мен бұқаралық ақпарат құралдары қатысты. Жиын барысында Абай облысы бойынша тексеру комиссиясының төрағасы болып Нариман Таушев сайланды. Мемлекеттік аудит және қаржылай бақылау саласында тәжірибесі бар. Атырау облысы бойынша тексеру комиссиясының төрағасы қызметін атқарған. 2021-2022 жылдары Атырау облысы әкімінің орынбасары лауазымында жұмыс істеді. На этот раз сессия прошла достаточно ярко и насыщенно. Депутаты бурно и активно высказались о проблемах, стоящих на повестке дня. Надеемся, что такое обсуждение продолжится и в будущем. На сессии активно обсуждалась проблема выпаса сельскохозяйственных животных. С этим вопросом выступил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Анзор Абаев. По его словам, уже имеется проект, который устанавливает правила выпаса животных. Правила предусматривают порядок и организацию выпаса сельхозживотных, организацию перегона при выпасе, нормы отбора сельхозживотных, подлежащих перегону, а также нормы нагрузки на одно лицо, осуществляющее выпас сельхозживотных. Говоря об отдельных положениях правил, необходимо отметить, что правилами не допускается выпас больных сельхозживотных, выпас сельхозживотных на землях общего пользования, в полосах отвода железных и автомобильных дорог, границах водоохранных полос и зон санитарной охраны. Кроме того, была задета тема содержания домашних животных по области Абай, где Ержану Барышеву, руководителю управления ветеринарии области Абай, депутатами был задан вопрос о продаже скота в другие области. Эта тема является особенно актуальной для фермеров. Абай облысының ветеринария басқармасы Абай облысы бойынша үй жануарларын ұстау және серуендету қағидаларының, Абай облысы бойынша жануарларды аулау, уақытша ұстау және жансыздандыру қағидаларының жобасын әзірледі. Құрметті депутаттар, жоғарыда аталғандарға байланысты сіздерден өз шешімдеріңізбен Абай облысы бойынша үй жануарларын ұстау және серуендету қағидаларын, Абай облысы бойынша жануарларды аулау, уақытша ұстау және жансыздандыру қағидаларын бекітулеріңізді сұраймыз. Области попали в буферную зону, мы не можем, наше хозяйство не могут реализовывать, например, Северный Казахстан, Западный Казахстан, из буферной зоны называется. Вот это надо изменение провести, потому что уже сейчас все прививки на ящер ставят, на вертолет ставят, сейчас скот у нас здоровый, и надо, чтобы реализация скота нашим крестьянским хозяйством было по всему Казахстану и даже с территории нашего, другие соседние страны. Облысымыз құрылғалы бері көтеріліп келген мәселе ауыл шаруашылығы проблемалары. Бүгінгі отырыста бұл мәселені шешуге алғашқы қадамдарын жасалғаны бізді қуантуда. Шәкәрім университетінде IT мен құзыреттілікті дамыту орталығы қоғамдық қоры сіздің даусыңыз маңызды. Технологиялар арқылы азаматтық шешім қабылдау жобасының аясында ақпараттық науқан өткізді. Жоба Еуропалық одақтың қолдауымен жүзеге асырылады және оның мақсаты жастар мен әйелдерді азаматтық технологиялар туралы, азаматтар мен үкіметтің өзара әрекеттесуін жеңілдететін құралдар мен қызметтер туралы ақпараттандыру. Сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдарды білім беру жұмыстарына тарту болып табылады. Бұл біздің Семей қаласына алғашқы сапарымыз емес. Сіздің даусыңыз маңызды жобасының негізгі мақсаты азаматтық технологияны қарапайым халыққа түсінікті ету. Халыққа қызмет көрсету орталығы сынды мекемелердегі кезек санын қысқартып, цифрлық технологиялар арқылы сізге қажетті қызметті оңай әрі жедел түрде алуды үйретеді, дейді жоба менеджері Бекдәулет Ғанибек. Жобаның барлық мүмкіндіктері таныстырылып, іс-шара барысында қатысушылар мен еркін сұхбат алаңы болды. Сонымен қатар онлайн және офлайн марафондар туралы анықтама беріліп, ерікті түрде қызығушылық танытқан студенттердің тізімі алынды. Семейде күн суытқалы бері бір аптаның жүзі болды. Бірінен бастап жылу беріледі деп уәде еткен басшылықтың сөзі орын алмай қалғандай болған. Бұл мәселеге байланысты сол жақ жағалау тұрғындар тарапынан біршама арыз шағым келіп түскендей еді.
Бүгін аталған сұрақтарға жауап беру мақсатында орталық кітапханада Теплокоммунэнерго директоры Серік Төлембергенов арнайы брифинг өткізді. Басшының айтуынша, бүгінде қазандықтардың 95%-і жылытуға дайын. Если брать объекты образования, то на сегодняшний день из 129 объектов подключено 94 объекта образования, что соответствует 73%. Объект здравоохранения 65 объектов, из них 55 подключено, 85%. Соцобъекты из 4-3 подключено, 75%. Жилищный фонд из 1224 многоэтажных жилых домов подключено 730, что соответствует 60%. Частный сектор из 998, 479 подключено, 48%. Сонымен қатар бүгінгі брифингте Ғаббасов қазандығының іске қосылмауы туралы сұрақтарға жауап берілді. Это котельная 103, 5-й интернат. Габасова, значит, у нас резервное питание сработало и дальше работали. Вот сейчас самая горячая пора, поэтому немного прошу набраться терпения. И я думаю, что в течение нескольких дней везде будет подано отопление. Жиын аяқталған соң Ғаббасов қазандығы іске қосылып, қаланың сол жағалауындағы тұрғын үйлерге жылу беріле бастады. Тұрғын үйлерге жылу беру, жылу аспаптары мен құжаттарының дайын болуына байланысты көрінеді. В городе Семей жители поселка Восточный долгое время жаловались на местного жителя, который построил бизнес, имея 800 голов свиноматок. В июле этого года предприниматель встретился с секретарем Маслихата области Абай. Тот указал на незаконное содержание животных и потребовал в течение 3 месяцев искоренить эту проблему. На 4 октября у предпринимателя осталось всего 24 свиноматки. Сол еңбегі болғандықтан, бұларды ақындап сатып құртам деді. Бүгінгі таңда 24 шошқасы қалды. Секретарь Маслихата области Абай Куаныш Сулейменов встретился с недовольными жителями поселка Восточный. Как он отметил, некоторое время назад они уже проводили встречу, и предприниматель обещал до 10 октября полностью завершить эту деятельность. По словам секретаря Маслихата, ситуация урегулирована, и жители получили свой долгожданный ответ. Түсінгілістері бүгін үстінде. Заң бойынша, енді 24-ке келген кезде, ветеринария талаптарына сай болған кезде, 800 болған кезде ол құртуға міндетті. Енді 5-10 басын ұстауға мүмкіндігі болады бұның.